2016 жылы алғыс айту күнін қазақстандық мерекелер тізіміне енгізу туралы шешім қабылданды. Осы бастамамен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының 22-ші сессиясының ашылуында сөз сөйледі. При сталинском режиме в разные годы были депортированы, как вы знаете, целые народы. 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч представителей народов Северного Кавказа и около 100 тысяч корейских семей из Дальнего Востока. Их выгружали прямо из вагонов, в которых возили скот. Голые степи, в деревнях, без ничего, маленькими сумками, мешками в руках. В то же время здесь жили, в этой степи, только казахи, поэтому только они могли их принимать. И в деревнях, и в городах, и так далее. И казахские семьи, сами находившиеся, представьте себе, во время войны, после войны в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома. Алғыс айту күні бұл қиын қыстау кезеңдерді басынан өткерген еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне деген құрмет күні. Бұл қайырымдылық рухани дәстүрлер күні, бір-бірімен бөлісу және көмек көрсету күні. Қазақ халқы ежелден жақындарына деген құрметпен және өзара көмекпен танымал болған. Олар әрқашан жоғары адамгершілік дәстүрлерімен сипатталады. Ежелгі заманнан бері өзара көмек көрсету дәстүрі болған. Мысалы, асар дәстүрі. Бұл дәстүр туралы біздің қала тұрғындары біледі ме екен? Асар дегеніміз бұрынғы заманда, яғни белгілі бір үй ішіне көмектесу мақсатында қолданылған салт дәстүр десек болады. Асар дегеніміз адамдардың бір-біріне көмектесу. Адамдардың жабылып көмектесуі, үй тұрғызу үшін, тағы да басқа істер үшін көмектесуі. Сіз асар деген салттың не екенін білесіз бе? Әрине, ол барлығына белгілі дәстүр деп ойлаймын. Ол асар бір адамдардың бір-біріне деген көмегі, көмектесу. Жалпы асар дегенде көбіне наурыз мезгілінде адамдар бір-бірімен үйден қонақтап, бір-бірлеріне көмек жасайтын бір салт. Ұлан байтақ дала жағдайында өмір сүрудің басты ережесі өзара көмек көрсету. Көшпенділер жалғыздан жалғыз өмірдің қиыншылықтарына төтеп бере алмас еді. Біздің ата-бабаларымыз бірігіп, қиыншылыққа тап болған адамдарға көмектесіп, туындаған мәселелерді шешетін. Бұл дәстүрдің басты мақсаты басқаға көмектесу. Олар бүкіл әулет, ауыл болып көмектесті, бірақ бірінші кезекте әрине туыстар қол ұшын созды. Сондай-ақ жақын жерде тұратындар, яғни көршілер. Барлық ауыл бірігіп, өртеніп кеткен тұрғын үйдің орнына үй салуға көмектесті, немесе жұттан кейін мал жаппай қырылған кезде жаңа табын жинады. Жылу деген салт дәстүрді білесіз бе? Иә, ол мұқтаж адамдардың бір-біріне деген көмек, яғни мұқтаж адамдарға қол ұшын созу. Жылу дегеніміз жалпы бір адам қиыншылыққа тап болғанда, не болмаса бір белгілі мәселе себеп пайда болғанда адамдарға жылу жинау. Жылу деген салт дәстүрді білесіз бе? Жоқ, Жылу деген не екенін білесіз бе? Жылу дегеніміз бұл қиын жағдайға душар болған адамдарға көмектесу. Бұл қайырымдылық, мейірімділік таныту деген мағынада. Табиғи апаттардан зардап шеккендерге материалдық қолдау көрсетіледі. Дәстүр бойынша адамға қарызды қайтаруға, айыппұл төлеуге немесе қалың мал жинауға көмек көрсетіледі. Мұның бәрі толығымен ақысыз, шын жүректен жасалады. Жақсылық сөзсіз қайтарылады. Көмек алған адам қайғы қасіретке душар болған басқа адамға көмек көрсетуге әрине әркез дайын болады. Қазақстандықтар су тасқыны немесе өрт кезінде материалдық көмек жинайды. Тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларды мектепке дайындайды, немесе онкологиялық науқастарға операция жасау үшін ақша іздейді. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздейді. Мұның бәрі асар мен жылу, өмір соққысына төтеп беруге көмектесетін дәстүрлер.